Біз жалпы намазхан болғаннан кейін біз ойлаймыз ғой, мынау шайтан бізге жұмыс істей алмайды деп ойлаймыз да. Үнемі 5 уақыт болғаннан кейін ойлаймыз сол нәрсені. Бірақ та мынау таңды оқып болғаннан кейін сізге ой салып жібереді. Соткыңды шығар. Мынау әдемі қойып қой жай намазыңды. Жай намаздың үстіне Құранды қойып қой да, суретке түсір да, Инстаграмға сториске салып жібер. Деген нәрсемен ойнатады. Ал біз оны жай ғана нәрсе деп ойлаймыз да. Жай ғана нәрсе деп ойлаймыз. Бірақ та сол историяны салған кезде мынау сұрақты адам өзіне қою керек. Не үшін? Не үшін? Екінші сұрақ. Кім үшін? Үшінші сұрақ. Өзгелерге не пайда? Деген. Мысалға, сіздің намаз оқығаныңыз мешітте, болмаса үйде таң намаз оқығаныңызды Инстаграмдағы адамдарға не керегі бар? Болмаса сіздің Құран оқи алатыныңыз, оны сіздің историяға бүйтіп салғаныңыз Инстаграмдағы адамдарға не керегі бар оның? Ол мынау сіздің араңызбен Алла Тағаланың арасындағы ғана нәрсе. Егер де мынау сондай мен дінді жеткізгім келеді деген ниет болатын болса, ұстаздарымыздың видеолары жүр. Болмаса әдемі картинкалар жүр, ішінде Құранның аятымен, хадистермен баяндалған. Сол нәрсені алда историяға салып жібер. Ода проблема жоқ. Ал мынау біз ойлаймыз жай ғана нәрсе деп, бірақ та шайтан сол жай ғана нәрседен ұстап алады бізді. Енді ойлаңыздар, сол таң намазы сіз историяға салып жібердіңіз, шайтан сізге мынау көрсетсейші, сенің историяңда анау бір қыз бар еді ғой, сол көрсін сенің таң оқитыныңда деген секілді. Сондай ғып ниет кетіп қалып, таң намазы жоқ мысалы. Сол себептіден де мынау жай ғана нәрсе деп қарамауымыз керек екен.